Ел президенті бірнеше рет туризмді дамытуда, бұл салаға инвесторларды тартуды тапсырған еді. Түркістан өңірі сол бастаманың басты орталықтарының бірі болады деп күтілді. Алайда шынайы жағдай тапсырмалардың қағаз жүзінде қалып қойғанын көрсететіндей. Аяқталмаған жоба, бос жағажай, күтімсіз инфрақұрылым. Туризм, как важная отрасль экономики, пока не является эффективной. В чем большое упущение государства, в частности правительства и акиматов. За последние 4 года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7% до 3,2%. Это почти в 3 раза ниже, чем в среднем по миру. Более того, по данному показателю мы уступаем соседним странам со схожим климатом и культурой. Очевидно, что для качественного рывка в развитии туристической отрасли требуются безотлагательные системные меры. Жағажай ол біздің қазір қаланың балансына өтпеген. Қазіргі таңда қалаға өткізіп, оны алдағы уақытта жүргізу бойынша жұмыстар жүретін болады. Ол бойынша өзінің тергеу, тексеру жұмыстары жүріп, нақты жауабын береді ғой. Жалпы жағажайдың салынуына мемлекеттік бюджеттен бұл жерде бөлініс бар ғой, жоқ емес? Кереметтей етіп ақпараттандырылды, бұқаралық ақпарат көздерінде. Жағажайды мен сізге айтайын, қазіргі таңда біз қолға алып жатырмыз. Жеке инвестордың есебінен қалпына келдіріп, 1 жыл, 1,5 жылдың ішінде ол толық іске қосылады. Қазір біз инвестор тапқанбыз ол мәселе бойынша. Сол инвестор қазір өзінің жобасын дайындап, әкімдікке ұсынып, алдағы уақытта тиісті деңгейде жұмыс жасайтын болады ол жағажай. 7 миллиардтан астам қаржы жұмсалған Шаға жағажайы 3 жыл бұрын ғана пайдалануға берілді. Алайда белгісіз күмәнді жағдайлармен кешен толық іске қосылмады. Жағажайға жұмсалған қаражаттың есебі жоқ. Алайда іс жүзінде жағажайдың сыйқы мынау. Бөлінген қаржы көп, нәтиже жоқ, жауапты анықталмаған. Қанша уақыттан бері жағажай жұмыс жасамай тұр? Былтыр күзден бастап кірдік бұл жерге. Оның алдында түмей тұр ғой. Былтыр күзден бастап сіз осы жерге келдіңіз. Оның біздің естуімізше бір 3 жылдықтың көлемінде жасамайды. Ол 22-ші жылы ашылған бұл. 22-де ашылған. Қанша маусым жұмыс жасаған? 1 жыл істеді ғой. Бір маусым істеді. 23-те жасаған. Жерде су тасып, бәрін басып кетті ғой. Сол кездің өзінде жалпы судың құрттағанын, таза еместігін тұрғындар айтқан екен. Оны білмедім оны. Оны өзі адамдарынан білесіз ғой. Жағажайға кім егелі кетеді бүгінде? Туризм, туризм Түркістанда. Бұл жерде биылға мүлде су болған жоқ. Көктемде болды, қазір тартылып кетті ғой. Мердігер мекемеге бар болғаны 1 миллион теңге айыппұл салынып, бұл іс осы күйінде қалған. Қазір облыстық экономикалық тергеу департаменті тексеріс жүргізіп жатқан көрінеді. Уәделер уақыт өте ұмытылады. Кезінде Өміржақ Шөкеевтің облыс әкімі болып тұрған тұста сол кездегі шенді шекпенділер ғасырдан астам тарихы бар. Мына су мұнарасын туристік тағы бір нысан ашылды деп облыс әкімі алдында есеп берген болатын. Сол кездегі бақ құралдары да Өміржақ Шөкеевтің телескоп сынды қандай да бір аппаратпен осы жерден қала көркіне тамсанып тұрған суреті бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде жариялады. Түркістан қаласындағы жаңа мұнара қала жұртшылығы мен қонақтары үшін ерекше орынға айналғалы тұр. Бұрынғы су мұнарасы жаңартылып, айналасы абаттандырылған. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев жаңа демалыс аумағында болып, онда атқарылған жұмыстармен танысты. Ал бүгінде ол уәделер ұмытылған, есіктер құлыптанған, ал ішіне жұмсалған қаншама қаражат қайда кетті? Кімнің қалтасында кетті? Неге жарамсыз, неге іске асықсыз болды? Бұның өзі бүгінде белгісіз. Су башнясы бар еді ғой. Туристік орталық, бүкіл қаланы айнадай көруге болады деп есеп берілген бір башня бүгінгі таңда аузында қара құлып тұр екен. Бұның себебі не деп ойлайсыз? Су башнясы телмандағын айтып тұр ғой, акимат қасында. Ол қазір біз сенімгерлік басқаруға беріп, конкурс өткізіп, қайтадан жүргізуге жұмыс жасап жатырмыз ол бойынша. Алдыңғы сенімгерлікке берілген азаматтар дұрыс жүргізе алмаған ғой. Сол себепті қазір қайтадан жеке кәсіпкер есебінде жүргізуге беріледі. Ел президентінің туризмді дамыту тапсырмалары осылай орындалса, Түркістан туризм арқылы тасын өрге домалата ала ма? Осындай жағдайлардан кейін президенттің туризм экономиканың жаңа драйверіне айналуы тиіс деген тапсырмасының өңірдегі орындалу сапасы көпшіліктің күмәнін тудырып отыр.